Эрнест Төреханов, Ескендір мен Роксана. Тарихи роман. 4 бөлім. 2 тарау. Байтақ патшаның шарадай басы шақшадай, бүкіл денесі таспадай тартылып, жүйкесі бырт-бырт үзілуге жақын. Ысылатып шайды үсті-үстіне ішсе де, тұла бойы жібіп маңдайы тершмей қойды. Қораған жүкедей тиіп кетсең ыдырап түскелі отыр. Жүрегінің басында тобықтай түйнек тұр. Ол аз болса, жүректі найзағайлатқан шаншу көзінен отын шығарады. Ондайда Байтақ еріксіз оң қолымен жүрек тұсын басып, «О тәңірім, сақта!» деп үлкен қиналыстан титтей ғана белгі береді. Байтақтың көз алдында ертеңге қырғын. Өзі отырған сарайдың да, тас қаланың да отқа оранған, ойраны шыққан суреті. Қиқулаған дала, жер көшіре дүсірлеткен атыс шабыс. Сонымен бұл төңіректен тіршілік нышаны жойылады да, жорғалаған тышқан іннен шықпас. Тек тырнақ басындай қара ноқаттар, қарға құзғын, қарасаң бөркің жерге түсер тік биікте, қан сасыған даланы шолып, көбейе береді. Байтақ қосынан хабар алды. Күнбегінің сөзін бір кемеңгері жатқа айтып келді. Түс ауа Тасқалада ешкім қалмасын. Азғантай күшпен бекіністі қорғаймыз. Күштің дені осында екен деп Македондар бар қуатымен ұрынғанда шегіне соғысып, үңгір жолдармен кетеміз. Қаланың іші Македонға толсын. Сол кезде жауды екіге бөліп тастаймыз. Даладағысына 40 000 ескі тәсілмен ұрыс салады. Тасқалаға садақтан от жаудырамыз. Ұрысты ұзаққа жібермейміз. Ескендірді есінен жаңылдырып, әскерін едәуір сүйретіп, олар шамырқанып көздеріне қан толғанда жым-жылас боламыз. Тасқала мен Битанның арасына тосқауыл қойылды, аға патшам. Өзіңіз де кешікпей Битанға аттаныңыз. Бәрімізді тәңір қолдасын. Байтақ таңғы ас тәңірден деп ырым жасап, жан-жағына үрейден сезік бермей мығым отыруға тырысуда. Қазір кемеңгерлерін шақырады да саңқилы пәрмен береді. Кемеңгерлер басқа қауызда үн-түнсіз ас су алғансып қазғатар отыр. Байтақ орнынан қозғалақтап барып алғашқы сөзін айтып үңгіжете қалды. Қаланың басы есін, қолымен шақыр дегенді білдірді. Басы да, көзі де, өзі де доп-домалақ, шымыр, қалай лақтырсаң да дегетіп аяғынан түсер жігіт ағасы келіп басиды. Битанға қараған қақпамен елді әкет. Битанға, дыбыстарың шықпасын, шаңдатпаңдар. Қоп басиым. Домалақ-домаланып есікке жеткенде, есікке тұтылған ауыр матаны қақ жарып, Роксана ішке енді. Ішке енді де қала бас иесіне сыбыр етті. Отағасы патшаның пәрмені өзгеруі, сәл кідіріңіз. Байтақ қызына байыппен бір қарады да, ерке қызы осы уақытқа дейін үлдемен бүлдеге оранып жатпағанын түсінді. Білезіктігінде сейіл қамшысы жер сызып келеді. Өзі буын-буынынан әлгетіп, шаршапта қалғанға ұқсайды. Тәңірден келген таңғы ас қуат болсын, әке. Айтқаның келсін, қызым. Дәмге келдің. Жайшылықта десең, аспан қарқырап түсердей кең тынысты, биік күмбезді, ас суға арналған қауызда Байтақ пен Дәнеше ғана отырса да, жер жетпегендей Роксана әкесінің оң тізесін баса. Сүйкене барып тізе бүгуші еді. Бүгін ол еркіндігін әке қабағына қарап жасамады. Оның үстіне көкіректі кернеген жаңалықтарды ақтаруға асық. Әке, мен тоқ етерін айтайын. Байтақта Дәнешада үнсіз құлақ тұрды. Әңгіме үшеуіне ғана қатысты шығар деп, Байтақтың қолдаяқты ұланы орнынан атып тұрып сыртқа беттеді. Ол есіктің арғы бетіне өткенше тылсым тыныштық бұзылмады. Кеше маған Языр мен Бегасыл келіп кетті, әке. Қосында және 2 бауырым 3 жылдан бері жылы төсек көрмей, ат үстінде күн кешіп, киіз күйдіріп, жарасын жазып жүріп жатыр. Ал олардан басқа 70-80 мың боздақ. Бәрі сіздің балаларыңыз, менің бауырларым емес пе? Ертең соғыс басталса, кім бар, кім жоқ, кім жеңеді, кім жеңіледі, оны тек Құдай ғана біледі. Алдыңызда айбарлы жау тұр. Ертең Құмшағылдың бір пұшпағында соғысты ойын деп білетін Бегасылым жатса, мен қалай өмір сүрер едім, әке? Я Құдай, жаманаттан аулақ, деп Дәнеше күбір етті. Мен көп ойландым, әке. Түн боласы көзілмедім. Өйткені Ескендір дәл бүгін Құдайы қолдап тұрған патша.
Қаңлы елі 5 патшадан соң құласа, өлімен тірінің лағнеті бізді табады. Бір емес 4 патшалықтың, арысы ұлы даланың, сақ баласының басын бәске тігуге дәтім шыдамады. Ескендір маған адамшылық жолымен құда түсті, алдарыңыздан өтті. Оны ел жұрт түгел білді. Мен Ескендірді 3 мәрте көрдім. Үшеуінде де әңгіме ішінде болдым. Әрине, бір патшаның кемінде 10 кебі бар. Мен соның 2-ін аңғардым. Біріншісі, тасы өрге домалаған, беті қайтпаған, от жүректі, оттан да, оқтан да жасқанбайтын аса ақылды, тапқыр қолбасшы патша. Екіншісі, іші ілім мен білімге, әуезге толы, кісілікке берік. Кісілік жасағанды бағалай білетін алды кең Ескендір. Екінші қасиетін Ескендір жүрегінің ең түкпірінде, ешкімге білдірмеуге тырысып ұстайды. Сондықтан жаңа ғана осы таңда мен өзім барып өзара түсіністік сөз айту үшін көзбе-көз сөйлесіп қайттым. Байтақта үн жоқ. Дәниша сүзіліп жерге қарап қалған. Роксана сөзін жалғады. 40 мың қыршын өлгенше Қаңлының бір қызы ретінде Құдай ерекше жаратқан, әлемнің әміршесі болам деп аузын айға білеген, некесі қиылып көрмеген жас патшамен жат жұрттығымды жасасам деп ұйғардым. Уәдемді бердім әке. Шарт қойдым. Енді соғыс емес, қақтығыста болмайды. Бар әскерін осы төңірекке шақыртып, жолға, үнді жорығына дайындалады. Неке қию, ұзату салтын елінше және қаңлыша жасаймыз. Осы қадамым дұрыс па, әлде қателестім бе? Бір тәңір қазы, одан соң әкем мен анам біледі. Мен білмеймін. Менде қазір ақыл еш жоқ. Тек бір түйсік жетелеп келеді. Ескендірдің ендігі әрекетіне, екіндіге қарай жарамдарымен келеді. Менің өз шарттарымды қабыл алды. Қандай шарт? Мен 300 құрбымды ерте кетем дедім. Мақұл деді. 5 жылға дейін үстіме әйел алмайсың дедім. Қабыл алды. Үнді сапарында бірге болам дедім. Жағдайға қараймыз деді. Сақ әскерінен кемі бір самала сарбаз қосып ал дегенем, ол істі патшаларға қалдыр Роксана деп күлді. Осы тұста байтақта езу тартты. Жақын келші қарлығашым, деп байтақ босаң тартқандығын білдіріп алды. Сірә, іште екі алып сезім ит жығыс түсіп жатса керек. Патша басымен не жыларын, не қуанарын білмейді. Роксана лып етіп әкесінің етегін баса қона кетті. Балапаным, сен маған қашанда шыныңды айтушы ең. Мені патша деп білмеген жалғыз адам сен едің. Айта қойшы, сен өзіңді құрбан еткен жоқпысың? Іштей жылап жүргеннен аманбысың? Бұрын бала едім, бәрін айта беретінмін. Бүгінгі таңда бой жеттім, есейдім әке. 100 жасаған кейуанадан кем емеспін. Енді не де болса бәрі өзіммен кетеді. Сұрағаныңызға берер жауабым жоқ. Тәңірдің бұйырғанынан аса алмаймын. Мен көкпарға тастаған лақ емеспін. Мен Роксанамын. Байтақ патшаның еркін өскен қызымын. Александр мені өзінің теңі деп білді. Мен оны да бағаладым. Ұлы Александрмен теңмін деп шалықтамаспын. Бірақ падишаға, ұлы даланың еркін өскен қызына шақ теңдігімді кемітпеспін. Соңымда бейбіт өмірге жеткен елім қалып барады деп өзімді жұбатармын. Жаратқан ием осылай жат жұрттық етіп дүниеге әкелді екен. Ендігі тілеуім Александрдың амандығы болады. Сәл үнсіздіктен соң Роксана атанасын жұбатқысы келді ме, сөз төркінін күрт бұрды. Қаңлының бас иесі, апа, елге бейбіт өмір орнады, бейбітшілік күллі далаға келді. Неге жар салмайсыздар? Мұндай ұлы хабарды жұрт неге Қаңлы патшасының аузынан естімейді? Айтқаның болсын қызым. Байтақ жозы үстінде қынама бел көйлекте төгілте киген қыз баланың бейнесіне келтіріп жасаған сап алтын қоңырауды жұлып алды да қағып жіберді. Қосшы жігіт кіріп келді. Шерік кемеңгері келсін. Шерік кемеңгері ішке кіре сәл өрледі де оң қолын кеудесіне басып бас иді. Одан соң тас мүсіндей қатып қалды. Жақында, енді мұқият тыңдап ал. Әке, өзімде болсам. Бара ғой қызым, демал. Байтақ кемеңгеріне бұрылды. Алдымен қосын басындағы күнбегі көрегенге адам жібер. Одан соң Микел патшаға аттандыр. Қаймерден өз әскерінің қасында. Оған да дені дұрыс, шатып бұтып кетпес адамыңды жібер. Бәріне айтар сөз біреу ақ.
Жағдай өзгерді, соғыс тоқтады, тездетіп кеңеске келсін, әскерде тәртіп күшейтілсін, байланыс 2 есе жиіленсін. Болды. Алғы қауызда отырған кемеңгерлер күн Тәңір тағынан ауғанда келсін. Тәңір тағы, көнеде Тәңір аспанда дәл төбеде отырады деп есептеген. Сен боссың, қаланың бас иесі келсін. Домалақ кісі ішке бас сұқты. Жағдай сәл өзгерді жарқыным. Жүрісі ауыр жасамыс адамдарды, ауру сырқауларды, бала шағаны битанға аттандыр. Қалада патшаларға, одан соң ендігі мезгілінде жарандармен, 300-дік сайыпқырандармен келетін Ескендір Зұлқарнайынға қызмет жасайтын, епсекті ер азаматтармен өз талғамыңа сай шарбатшылар ғана қалсын. Шарбатшы, аспаз, саманшыға менің атымнан қажет пәрменіңді бере бер. Саманшы, завхоз, дастархан алғашында сыпа болсын. Оң келісімге келген тұста менен белгі болады. Одан соң Ескендірдің сайып қырандарынан бастап, арқаның бас дастарханына дейін аста төгетіп меймілдет. Арқа патша сарайы. Бұлар босының шарабына құныққан. Сен жыңның ашшы суын, соғдының сотқар шарабын, марақанттың балтатыған қауымында аяма. Даяшыларды тек жастардан, көркем қыз келіншектерден сайла. Бәрі бір келге киінетін болсын. Аяғы аяғына, қолы қолына жұқпай, баршасы мұқият қызмет етсін. Бұл ұлысын. Түнімен дөңбекшіп шыққан байтақ жатын қауызға кіріп бара жатып бәйбішесіне ескертті. Ұлы бесінге жеткізбей оят. Ескендір Зұлқарнайын мен сақ патшалары. Аксиярд байтақ патша, Күнбегі көреген, Маурен Нахырдың патшасы Мекел Хаммар, Масагенттің патшасы Қаймерден көзбе-көз кездесіп, соғысты тоқтату жөнінде бітімге келді. Одан соң ғана Ескендір Роксана екеуінің салтанатты, барынша жариялы жағдайда екі елдің салт дәстүрін сақтап, некелесу жайлы сөз қозғады. Байтақ қызын шақыртты. Роксана анасына ілесе кірді. Дәнеше бәйбіше кердең басып келіп, байтақтың оң қанатынан орын алды. Роксана анасының қасында қаздиып отыр. Роксана қызым, ұлы әмірші Ескендір Зұлқарнайынға берген уәдең сол қалпында ма? Сол қалпында ке. Ендеше мен Роксананың бас еркі өзінде деген сөзімнен кете алмаймын. Роксананың анасы не қосады? Патшаның айтқаны Роксананың еркі біледі. Мен алдымен Тәңірге, одан соң ұлы әмірші Ескендірге айтарым. Қызымның амандығы аманат. Екінші сұрайтыным, даланың ерке құлының еркін ұста, жасқама. Роксананың тағдыры Ескендір патшаның тағдырына байланды. Роксана, балам, ендігі тілеуің Ескендір. Отқа да, суға да бірге кір. Қасынан екі елі қалмай, бірінші қамқоршы өзің бол. Мен қаңлының падишасымын. Патша алаңсыз іс жасасын. Падиша кімнің дос, кімнің жымысқы екенін сырттай бақылаушы. Тарықса рухын көтерер досы болсын. Алдарыңнан жарылғасын. Құдай қолдасын екеуіңді. Осыдан 11 күн бұрын бәрі дәл осылай болған. Келісімді туыстыққа жалғаймыз деп Македонның, Грекияның, босының билеп төстеушісі Ескендір Зұлқарнайын да, сақ патшалары да әскердің буынын босатпай, қырағылықты үдете отырып, ұзақ арбасқан. Нәтижесінде әркім өз мүддесін қорғап қалды. Кеше 327 жылы маусымның 10-ында Ескендір Зұлқарнайын мен Роксананың некесі қиылды. Эллиндік салт бойынша буы бұрқырап иісі аңқыған, туған күндей қызара піскен нан екеуінің алдына қойылды. Патшаның жандосы Гефастион қылышпен нанды ортасына қақ бөлді. Ескендір мен Роксана екі бөлінген нанның өзіне жақын бөлігінен дәм татты. Сол-ақ екен Ескендірдің достары жүгіріп жетіп келді де дүркіресе күлді. Сөйтсе нан тең бөлінсе, екі жақтың сүйіспеншілігі тең деп есептейді екен. Бұл жолы нанның Ескендір жақ бөлігі көлемдірек боп шықты. Яғни Ескендірдің сүйіспеншілігі басым деген сөз. Жас патша саспады. Күлетінде еш нәрсе жоқ достар. Роксана менің тұңғыш махаббатым екенін жасырмаймын. Одан соң байтақ патша битандағы арқасында, яғни патша сарайында сақ патшаларының жақын жуығын қатыстырып, ұзату тойын жасады. 327 жылдың көктемі түгесіліп, құдалық, бітім келісім орныққаннан кейінгі 10 күнде Ескендір әскерінің бас аяғын түгендеді.
190 мыңдық қол жинақталған екен. Сыртқы ел соғды жартасы, сақтар тасқала деп атайтын бекіністің төңірегін, өз сарайын ас су қызметшісімен қоса Байтақ Ескендірге тастап кетті. Ескендір дабыра жасамай қайнатасына 2 мәрте барды. Бір сапарында Байтақ патша мен Күнбегі көреген екеуімен Битанда кездесу сәті түсті. Ескендір алдағы ну орман, пілге бай, орманы толған жыртқыш, жер жағдайы соғысуға өте қолайсыз, жерін жетік білмейтін үндіні айта келіп, көлікпен азық сұрады. Ол жолы 15 мың жылқы мініске, табын ірі қара азыққа деп даладан алдырылды. Ескендір бұдан артық еш нәрсе сұрамауға бекінген. Бірақ 200 мыңға жуықтаған әскерді түгел тізіп, өзі бастан аяқ асықпай қарап шыққанда, өзі әскерінен өзі шошыды. Жадап жүдеген, ішімдікке жем болған, шау тартып, күші әбден кемігендер, жарақат, сырқаттан мүжілгендер тым көп екен. Ескендір әскерді тынығуға қоя берді де, үлкен әскери кеңес шақырды. Мен бүгінгі көргенім әскер емес, сақ жерінен үндіге бет алған босқындар деп таниды ел. Мынадай жүнжіген әскермен ешқайда жылжымаймын. 3 күннің ішінде сайдың тасындай 120 мың қалу керек. Қалғанын әсіресе гректерді қайтам десе Грекияға, болмаса өз еріктерімен қазір салынып жатқан 29 Александрияның кез келгеніне қатырма куәлік ұстатып жіберіңдер. Барған жерінде оларда елге еңбегі сіңген ер деп танитын болсын. Еңбекке тартылсын, баспана берілсін. 2 күннен соң патша кеңесінің басшысы Құмсанаған қазы маршал Антипатр Ескендірге тосын жайтты өз аузымен жеткізді. Ұлы мәртебелім, өзіңіз айтқандай 120 мың шерік қалдырсақ деп едік. Шын жарамдысы 95 мыңнан аспады. Қалғаны өзіңіз көргендей, сан көбейтіп азықты жалмағаннан басқаға жарамайтындар. Тізімі міне, әрқайсының тұсында жарамсыздығы туралы дерек бар. Олар жорық әскерінен бөліктенді ме? Бөліктенді. Антипатр, жаңағы әрекеттеріңе ризамын. Тек бір нәрсе ескерілмеген. Анау-мынау емес, 100 мың қарулы, соғыста әбден ысылған адам біраз жер бірге жол жүреді. Олар теңізден ұзамайды. Тау бөктерлерімен жылжиды. Рас па? Рас. Ал теңіз жағалауында, таулардың бір жетпеген алқаптарында ел жоқ емес. Мына миын шара болағандардың бірі. Біз өзімізше әскер болайық. Біз Александрға қанша ел, қанша жер әпердік. Енді өзімізге де ел мен жер қаратып алайық десе, үлкен бүлік шықпай ма? Мүмкін, сондықтан әлгі сотқар мыңбасы кім еді? Певколай ма? Сол Певколайды жазалау жасағында басшы ет. Бұлар 7 тарам боп айырылысқанша, күнді күнге, түнді түнге ұрып айдап тастау керек. Жазалау жасағын Певколай басқарды дегеннен ақ өздері жын болады. Дұрыс Антипатр, Певколай бізді қуып жететін болсын. Ескендір енді Битанға 2-ші мәрте жол жүрді. Келді де Байтақ патшаға сырын түгел ашпай, жағдайды үстірт әрі елеусіз ғана хабардар етті. Сонан соң Роксананың аузынан шыққан сөзді аяқсыз қалдырмасын білдіргенсіп, өз қолқасын жеткізді. Роксана өзінің қыздар легионынан 300 қарулас құрбысын ертіп кетем дегенде мен келісім бергем. Ал әскер ілестір дегенде оны патшалар шешсін деп едім. Мен көп ойландым, тарихқа үңілдім. Парсылар ең қиын тұстарға сақ сарбаздарымен келгенін біздің тарихшылар жазып отырған. Енді ол сақ елі менің бір жұртыма айналғанда мұндай сұрапыл күштен мен неге бас тартамын деп ойға қалдым. Байтақ бұл әңгімеге даяртын, әрі сақтан әскер ілесе Роксана үшін шырылдаған қужаны сәлде болса тыншыр еді. Қанша? Деді саудаласқан адамша Байтақ кең жымиып. 7 мың жетіп қалар. Жақсы, 15 мың сайып қыран жорыққа ілеседі. Ескендір патша сол 15 мыңнан жоқ дегенде 10 сарбазды таңдап, өзінің ұрыс кезіндегі қорғанышына алса, біраз қатер айналып өтер деп ойлаймын. Оны Роксана іріктеп берер. Маусымның 11-ші жұлдызында Ескендірдің 100 мыңнан сәл асатын 5 қаруы сай, еш нәрседен кемшіні жоқ, әбден тыңайып алған жосығы үндіні бетке алды. Енді Македонияда 30 мың жосық машыққа кірісті. Ол күш Ескендір үндіге жеткенде жолға шықпақ. Шеріктің орта шеніндегі алтын күймеде 2 құрбысымен
Әңгіме дүкен құрып, Роксана падиша жер мен көкті алтын күйменің терезесінен көріп келе жатты. Әзірше Роксананың оңы мен солынан көрінген жер бедері, табиғаты көзге үйреншікті. Ал қиямет жолы қол созым еді. 4 бөлімнің соңы, жалғасы бар.